Сәлем достар, біз өткен жолғы видеоларымызда бала және ересек эго қалыптарына тоқталып өткен болатынбыз. Ал бүгінгі видеомыз ата-ана эго қалпына арналмақ. Ата-ананы көбінесе ересекпен шатастырады. Бірақ ересек бұл әрдайым салқынқанды және жайбарақат қалып. Ал ата-ана бұл біздің өз ата-анамыздың мінез құлықтарын проекциялау. Олардың мінез құлық стратегияларын өзімізде аңғармастан өзімізге аламыз. Көп адамдар әлі күнге дейін анасы, әкесі, әжесі немесе ұстазының ақыл айтқан дауысы құлағынан кетпей тұрғандай сезінеді. Бұл дауыс ұялуға шақырады, ақыл айтады, кекетіп, кейде ескерту жасайды, сынап мінейді. Яғни ішіміздегі сыншыл осыдан келіп шығады. Немесе бізден белгілі бір мінез құлықты талап етеді. Ал егер де бала кезде ата-анамен арамыз жақсы болған болса, бізді әлі күнге дейін айтқан сөздері мен олардың қолдаған эмоциялары кеудемізді жылтып тұрады. Біз кейде өзімізге қатысты, кейде басқаларға қатысты ата-ананың рөлін ойнаймыз. Бұл жасы үлкен кісінің лидердің позициясы. Ал қандай кездерде біз қандай ата-ананың рөлін ойнаймыз, соған тоқтала кетейін. Ең біріншіден бұл қамқор ата-ана. Яғни қолдау көрсете алатын, жылу бере алатын, жаны ашып тұратын, қолдап қолпаштауға дайын адам. Біз бұл қалыпта қандай кезде боламыз? Яғни басқаларды қорғаған кезде, басқаларға қамқорлық танытып өбектеген кезде, басқаларды қолдап қолпаштаған кезде, әлде бір жасы үлкен кісілерге көмектескен кездерде осы қамқор ата-ананың рөлін ойнаймыз. Ал екінші сыншыл, бақылаушы ата-ана. Біз ол ата-ананың рөлінде қандай кездерде боламыз? Басқаларға қалай өмір сүруді үйреткен кезде, ақыл айтып, кеңес берген кезде, оның ойынша нені болсын өзі дұрыс деп санағанындай болғанын қалаған кезде, өзін немесе басқаларды осы мінез құлыққа сай болмаған үшін сынап, мінеп, ұялтқан кездерде біз осындай сыншыл ата-ананың рөлін ойнаймыз. Ал қымбатты тыңдарманым, сіздердің осыған алып қосарларыңыз бар ма? Егер де бар болса, төменде пікір бөлімінде жаза кетіңіздер. Және де біздің видеомызды қолдап, лайк басып, және каналымызға тіркеліп отырыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын.